Құрметті оқырмандар, мен қарсы сіздерге қалай халық қосымшасынан чекті көруге болатынын көрсетемін. Мысалы, картамен төледіңіз, не QR-мен төледіңіз, не аударма жасадыңыз, перевод, чекті қалай көруге болатынын көрсетейін. Бұл Каспиан банктағыдай емес, бұл жерде кішкене қиындау. Өте қиын жерге тығып тастаған. Мысалы, мына платежға кіреміз. Осы жерде мына жоғары жағында история. Историяны басамыз. Және уақытын таңдайық. Мысалы, 6 ай. Так, перевод деп қойдым. Мына жерде 6 ай. Таңдайын. Және мына жерде платеж. Мынау обычный платеждар төленген. Мысалы, штрафқа, коммуналдық қызметтер үшін және халық QR деген бар төлеген. Мысалы, мини-маркетте карта арқылы төлесеңіз, не QR арқылы төлесеңіз, не осылай чекті аша аласыз. Осылай чекті көре аласыз. Және счет на оплату, бұл сізге бір счет на оплату қойса. Ең бастысы осы ғой, міне керегі. Осы чекті керек сіз дейсіз. Және де перевод кезінде, переводқа кіресіз, бұл жерде тағы история кіресіз. Бұл жерде сіздің аудармаларыңыздың чектері шығып тұрады. Осылай сіз көре аласыз. Халық қосымшасында чекті. Бұл iPhone-да осылай, Android-та да осындай, бірақ кішкене история деген жерлері басқа жерлерінде орналасқан. Солай өте оңай көре аласыз.